Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар? Әдеби бағдарлама жобасы аясында сіздердің назарларыңызға Нұрдәулет Ақыштың «Тау ішіндегі тауқымет» атты жинағын ұсынатын боламыз. Бұл жинаққа жазушының жас жеткіншектерге арналған әңгімелер мен хикаяттары еніп отыр. Жинақ 2021 жылы балалар әдебиеті жылы аясында Алматы қаласының Алаш баспасынан жарық көрген. Бұл жинаққа жасөспірімдерге арналған шытырман оқиғалар шығармалары еніп отыр. Жеткіншектердің туған жерін, өз отанын сүюге деген құштарлығы жалаң насихатпен емес, шиеленісті тартысты жағдайлар арқылы көрініс табады. Хикаяттың қайсын алатын болсақ та, бұл ішіндегі хикаят, енді аннотациясы бойынша жаңағы хикаяттың қайсын алатын болсақ та, тілі жатық әрі тартымды. Бұның ішіндегі әңгімелеріндегі кейіпкерлердің мінез құлқы әр оқиғада шиеленіс тауып, мінез құлқы ашық көрінеді. Енді ішіндегі бір хикаятқа тоқталатын болсақ, «Жұмбақ іздер» атты хикаятқа тоқталатын болсақ, 9-шы сынып оқушылары алғаш оқу басталғанда өздері сол сыныпты аяқтағаннан кейін әскери лагерге барамыз деп жоспарлайды. Сол жоспарларын бір жыл бойы құрып, мұғалімдермен ақылдасып, өздері дайындала бастайды. Енді дәл оқу жылы аяқталар тұста Нұржан мен Әділ атты екі бала бұл сапардан бас тартады. Бұның басты себебі балалардың біреуі Әділ өзінің атасының құпия жәшігін қопарып отырып, ішінен бір құпия, бір сапардың жоспарын тауып алады. Онда атасы бір құпия үңгірге барып, сол үңгірдің ішінде бір қазына тауып алуға болатын бір жоспар құрған екен. Бірақ атасы денсаулығына байланысты ол сапарды жүзеге асыра алмай жүреді. Оны Әділ өзі тауып алып атасынан сұрайды. Бұл не, қандай жоспар деп сұрайды. Атасы айтады, бұл жоспарды кімге көрсетерімді білмей жүредім. Сенің ер жетіп осылай бұл құпия жоспарды тауып алған жақсы болды. Енді осыны өзің жүзеге асыр, бар, сол үңгірге барып, сол құпияның сырын аш деп атасы ақыл айтады. Нұржан өзі сол жоспарды кіммен жүзеге асырарын білмей ойланып жүреді, қасындағы жолдас баласы Әділге айтады. Екеуі бірге жаңағы жоспар жүзеге асырамыз деп келіседі. Оның қастарына тағы бір бала керек пе деп ойланып жүргенде, тағы бір бала қосылады. Сөйтіп, үшеуі жаңағы өздерінің мектепте бір жыл бойы жоспарлаған сапарларынан бас тартып, осы Нұржанның атасының құпия жоспарын жүзеге асыруға кіріседі. Бұл оқиғаның жалғасын білгілеріңіз келсе, кітапханаға келіп, кітапты алып оқыңыздар.